4 миллионер бір кедей студияда отыр. Есентай ол жақта тұра ма? Бит кеттіңіз ба? Мен оқымайын. Оқитын сияқтысыз. Қарама Аружанға нең бар Аружан? Аружан осы кезде сен ұтылып қалса екен, не ұстап кетсе екен деп ойлап отыр. Небезопасно. Ой. Өйткені мен шатастырам сенді. Главное, шын ақшамыз бар ғой. Ассалаумағалейкум, кеш жарық құрметті көрермендер, эфирде байлайк бағдарламасы. Әйгілі Форест Гамп романында мынадай қанатты сөз бар. Мен мультимиллионер едім, сондықтан мен шөпті тегін шабамын дейді. Яғни бұл романның авторы айтайын деген ойы, кез келген адам өзінің сүйікті ісімен айналса, сол сүйікті ісімен айналса жүріп, содан ләззат алған адам ғана бақытқа кенеледі дейді. Сондықтан да біз өзіміздің жұмысымызды жақсы көреміз. Сіздерге жақсы көңіл күй сыйлау үшін барынша қызмет етеміз. Эфирде байлайк, әр қазақ бай болуға лайықты. Ең алғашқы еліміздегі шоу подкаст байлайк. Біз бастаймыз. Құрметті достар, құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызды қарап отырсаңыздар, бізге лайк басыңыздар, бізге пікір жазыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Байлайк бағдарламасының тұрақты серіктесі Жусан Банк. Қош келдіңіздер. Олай болса, бағдарламамызды бастамас бұрын келген қонақтарымызбен, аруларымызбен танысайық. Тиктокер, блогер, вайнер Аружан Әріпжанқызы. Кім ол? Аружан, сен жүрді. Я думал, сен бұл жақта отырасың. Блогер, тиктокер, актриса, модель Аружан Мәмбетәлі. Аружан, сәлем. Мен просто тиктокта жоқ екенмін. Енді келіп жатырмын. Стример деген нәрсені үйреніп жатырмын. Ақасы, құрметті көрермендер, тикток порталының өзінен ақша тауып, біздің кішкентай жастарымыз 16 жасында, тіпті 15 жасында миллионер атанып жатыр. Бұл қазақтың ең мықты жастары. Блогер, тиктокер Рахымова Раушан ханым. Қайдасың? Қош келіп жатырсың. Блогер, тиктокер Мадина Рыспамбек. Қош келдіңіздер. Қыздар, қалайсыздар, жақсыздар ма? Күшті. Жалпы әлеуметтік желі арқылы көп адам ақша тауып жатыр, байып жатыр. Әсіресе блогерлар. Біздің елімізге танымал блогерлар ол ННН, Алишер, Қадырбаев, Жансерік. Сосын кім бар? Дамеля, Мерей, Абиловтар Астанадағы. Сосын фуд-блогерлар бар, тамақ пісіріп жүріп, миллион подписчик жинап, байып жатыр. Сіздер, ужас емес, ужас деме. Қандай керемет, тамаша. Сіздер де осында отырған 4 миллионер бір кедей студияда отыр. Енді сіздің тиктокерлік жолға қалай келдіңіз? Жалпы бұл тиктокер платформасын бірден игеру сізге оңай болды ма? Және де бұдан ақша тауып миллионер болуға болады деген ой қашан келді? Негізі менде ондай ой болған жоқ. Ақша табам, миллионер болам, етем деген. Мен өзіме просто ұнады осы сала. Мен вообще бит түсіріп бастағам. И сол биден бастап, тиктокқа өттім. Яғни сен Раушан? Аружан. Аружан, сен бишсің. Ну, более биші, да. Ух ты, более биші деген. Били де алам деген ой. Селезнев атындағы более бишінің студенті. Она и актриса, она всем занимается. Аружан, мен жақында сенің бір киноға қатысқан алғашқы премьеріңді көрген болатын. Мен енді сіздер түрлеріңізді танимын, аттарыңызды білмеймін, өйткені сіздер интересті де көп жүресіңіздер. Енді бұл Аружанның тарихы, тиктокке келген. Енді тағы бір Аружанымыз бар. Сіздің түріңізге қарасам, сіз ЖМП-да қазақ тілі, қазақ әдебиетінде оқитын сияқтысыз. Да. Нет, ЖМП-да емес. Просто мұғалімін да, профессиямды дұрыстап отыр да. Өйткені мұғалімдердің киім киісі, мысалы мұғалім дәл мынадай шаш үлгісін жасай алмайды. Өйткені оның
оқушылары бар, көшеде көріп қоюы мүмкін. Қалай тиктокер болып кеттіңіз, мұғалім болып жүріп, блогер болып кеттіңіз? негізі мен медицинаны аяқтағам колледжде. Медицинаны? Әдебиеттен неғып жүрсің? Сен тұрақталсайшы бір жерде. Я тиктокер бол, я әдебиет бол. Әр төбенің басында жүрмін. Яғни біздің қазақтың жастарын көрдіңіз бе? Қандай икемді. Әрбір салада жетістікке жетіп, сол бір саланың барлығын, әртүрлі саланы алып жүреді. Айта қояйық көкем. Жалпы мен инстаграмнан бастаған болатынмын негізі. Инстаграмнан бастау алды. 2 жыл бұрын бастаған болатын карантинде. Одан кейін тикток желісі шықты. Негізі тиктокқа бірден келе қойған жоқпын. Инстаграмнан осылай осындай бір жетістіктер болатынына көзім жеткеннен кейін, табыс болатынына көзім жеткеннен кейін, осында аудитория жинап, өзіңнің сүйікті көрермендеріңді жалпы жинауға болатынына көзім жеткеннен кейін барып қана Сіз тиктокқа қандай өттім. контентпен жинадыңыз? Вайн, юмор. Мұғалімдерді салам қойшы мен. Пойди, юмор күшті. Сонымен қатар және де юмористсіз. Вообще юморист. Да. Тамаша. Жалпы бізде юмор саласында қыз балалар, жалпы нәзік жандылар өте аз. Енді үлкен корифейлеріміз бар, Лидия Каденова апайымыз, Гүлбаушан апайларымыз, Данагүл Темірсұлтанова апайларымыз. Одан кейін тек қана ер адамдар юмор саласында жүр. Көбінесе, иә. Енді КВН саласында қазір қыздар өте көп, бірақ олар КВН ретінде өздерін яғни ұсынады. Бірақ юморист ретінде өздерін ұсынбайды. Раушан. Ау. Раушан. Роза. Раушан. Жасың нешеде? 22-ге толдым. Құдау, 22. 22 жасыңда миллионер болдың ба, әлде осыдан 2 жыл бұрын ба? 1 жыл бұрын. 1 жыл бұрын. Мен жақында, то есть 1 жыл бұрын бастадым. Негізі мен де инстаграмнан бастағам. Одан кейін тиктокта менде өзінен өзі көбейіп кетті, шынымды айтсам. Мен просто тоже би салатынмын, и бәрі мен биіме қызғат, сен вайбың бөлек деген сияқты айтты да. И сол мен елдің көзінен тез түсіп кеттім, содан кейін өздері көтеріп жіберді былай. Заман қандай күште, билеп жүріп миллионер болып кетуге болады. Аружан мен Раушан сияқты. Мадиночка, сен неғып отырсың десең? Бәрі тыңдап отырмын. Сіздің тиктокқа келуіңіз, блогерлыққа келуіңіз жолыңыз қандай? По идее, мен де педагогқа оқығанмын негізі. Просто не преподаю. Сосын тиктокер болғаннан кейін тастап кеттің бәрінде. Бүкіл мұғалімдердің бәрінде бүйтіп кеттіңіз ба? Мен оқымайын. Мен сендердің жалақыларыңызды 1 сағатта табамын. Жоқ, мен дипломды алып алғанмын. Конечно. Диплом керек қой. На всякий случай, егер де инстаграм мен тикток жабылып қалса, вдруг мы же не знаем. Әйтеуір дипломы бар қыз болып, қалыңдық болып, күйге түйсеңде де қалың малың үлкен болады. Жоқ, образование любой адамда болу керек. Қазақша сөйлейік? Қалайша еді? Жоғарғы білім. Жоғарғы білім бәрінде болу керек деп санаймын. Да. Фундаментализм болу керек. Конечно. Это маңызды өте. Сол общагада жүріп, общагада видеолар түсіріп, и әрбір видеом 3 миллион, 4 миллион солай жинап кетті. Өзің ойлаған жоқсың? Ойлаған жоқпын, по идее. Бүгін мен общагадан тұрдым да, таңертең деп солай түсіріп жүрген адаммын, негізі. Реально солай бастадым. Қазір енді общагада емес, ЖК-да тұратын шығарсың. Ақшаң көп, рахат. Есентай ол жақта тұрамын. Жақын арада өзіңнің универіне жаңа общага салып жатырмын десейші. Гостиничный комплекс сияқты. Астында фитнесмен бассейн. Солай бастадық сондай бәріміз негізі. жетістікке жетуіңізге тілектеспіз. Әмин. Құрметті көрермендер, Байлайк бағдарламасы біздің тұрақты серіктесіміз Жусан Банк. Біздің бағдарламамызды көріп отырсаңыздар, бізге лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Қыздар, енді ойынға көшейік. Ойынның шартымен түсіндірейін. Алдарыңызда 5 бөлімнен тұратын ойын алаңы жатыр. Бөлімдер: тесік қалта, бизнесмен, инвестор, меценат және Жусан деп аталады. Тесік қалта бизнесмен бөлімдерінің сұрақтары оңай әрі жауап нұсқасы жоқ. Инвестор, меценат бөлімдерінің сұрақтары қиынырақ десе де жауап нұсқалары бар. Ал соңғы бөлім Жусанға жеткен ойыншыға біз өте қиын сұрақ дайындап қойдық. Әр дұрыс жауапқа 10 Жусанмен келесі бөлімге өту мүмкіндігі беріледі. Қате жауап берсеңіз, Жусан да берілмейді, келесі бөлімге де өте алмайсыз. Айтпақшы, екінші бөлімнен бастап қарсыласыңыздың сұрағына жауап беру мүмкіндігі бар. Дұрыс жауап берілген жағдайда 20 Жусан еншілейсіз. Қате жауап берсеңіз, 20 Жусаныңызды алып тастаймыз. Сондай-ақ 10 Жусан төлеп, қосымша көмек сатып аласыз. 20 Жусан төлеп, келесі бөлімге өте аласыз. Жусан алаңының сұрағына дұрыс жауап берген адам жеңімпаз атанып, жинаған Жусанын ақшаға айналдыра алады. Сәттілік. Сұрақ.
Жоқ па? Келе-келе Түсінікті ма? тағы да түсінікті болатын шығар. Келе-келе тағы. Иә, келе-келе ойын барысында ойбай кіріп кетесіздер. Қазір ақшаға қырылып таласасыңдар сендер. Так, қыздар, ойынымызды бастамас бұрын, мынау біздің алаңға өтіп отыратын сіздердің белгілеріңіз. Қай түсті ұнатасыздар, кім қай түсті алады? маған. Ақты сізге, Муза қара. қара. Сұр, ақ, қара, Оранжевый. оранжевый. Мында кел, алып келе ғой. Мына жерге қойып қойыңыздар. Қазір бұйыртса, әр сұраққа жауап берген кезде, алаңға өткен кезде бұны біз пайдаланатын боламыз. Олай болса, құрметті көрермендер, біз бірінші айналымды бастаймыз. Бірінші сұрақ тесік қалта бөліміндегі сұрақ. Аружан, қарындасым, сізге арналады. Отбасының әл-ауқатын, қаржылық қорғауды қандай капитал қамтамасыз етеді? Сұрақ. Бұл жерде сұраққа жауап беру үшін логикалық тұрғыда ойлануға да болады. Және де бұл бағдарламаның бір қызығын айтайын, қазір сіздер біздің қаржыға не қатысымыз бар, біз оны пайдаланбаймыз ғой дей келе, өзіңіз бұл бағдарламадан соңында көп қаржы жағынан сауат аласыз, және де көп деген мағлұматтар алып кетесіз. Өзімізге де Тарихи пайдалы. жағынан, өздеріңізге де пайдалы. Аружан ханым, отбасының әл-ауқатын, қаржылық қорғауды қандай капитал қамтамасыз етеді? Мен ойымша капитал деген ол енді жұмыс қой. Получается, ер адам жұмыс жасап өзінің отбасын бағады. И қаржылық қорғауды қандай капитал қамтамасыз етеді? Яғни ол жұмыс деп ойлаймын. Әр адамның өзінің Яғни мамандығы. тұрақтылық жұмыс. Иә. Өз маман иесінің жұмысы. Аружанның жауабы, әр адам өзінің мамандығы бойынша жұмыс істесе, сол жұмысы. Яғни осы отбасының әл-ауқатын қандай қаржылық капиталмен қамтамасыз етеді? Яғни ол сол мамандық. Жұмыс, тұрақтылық. Осы жауапқа қарсылық білдірем, менің жауабым дұрыс болады. Мен плюс 20 жусанды капиталыма жинаймын дейтін болса, қосылыңыздар, қосылмаймыз десеңіздер, керек жоқ десеңіздер. Сұрақты қайттан қайталап жібересіз бе? Отбасының әл-ауқатын, қаржылық қорғауды қандай капитал қамтамасыз етеді? Мадина. Не қайталап отырсың, жаттап отырсың ба? Олай болса, дұрыс жауабын Аружанның тексерейік. Дұрыс па, бұрыс па? Кеттік ал. Резервтік Ол не? капитал дейді. Ол не? Міне, осы кезде біз қазір сіздерді қаржылай сауаттандырамыз. Резервтік капитал дегеніміз Типа артық ақша Яғни- резервте болу керек. артық ақша Резервте тұру керек. сіздерде болу керек. Көрдіңіз ба? Егер де жанұяның капиталында аяқ астынан бірдеңе болып қалып, сол капитал жұмсалып кететін болса, сізде резервтік капитал болады. Ары қарай өмір сүруге проблема шешілді, ары қарай өмір жалғасын табады. Яғни, сіз сұрағыңызға жауап бере алмадыңыз. Түсіңіз қандай еді? Оранжевый. Тесік қалта бөлімінде қаласыз, және сізге минус 10 жусан сіз Ничего. қарыз болып қаласыз. Әлі алды капитал. Мадина, сізге сұрақ. Несие тарихында не жазылады? Жалпы, кредиттарыңыз бар ма? Жоқ. Несиеңіз бар ма? Конечно, бәрің миллионерсіңдер, несие қайдан болсын? Менде мысалы 2 несие бар. Біреуіне нәски алған, біреуіне тамақ ішкен қарызға. Әрине, қалжың. Мадина, несие тарихы деген сөзді сіз көп жерде естисіз. Иә. Яғни кредитная история. Да. орысша айтқанда. Несие тарихында не жазылады? Сен қандай кредит алдың, сол жазылады. Сол жазылады Сол ма? жабылды ма, жабылмады ма? Қай уақытта төледің, уақытылы төледің ба черный деген? списокқа попадаешь, төлемесең. Иә. Яғни сіз общагада тұрған кезде кредит алған сияқтысыз ғой. Алдым. Бірақ оны уақытылы жаптыңыз ба? Конечно. Сіздің тарихыңыз әйтеуір таза ма? Таза, күшті. Мадинаның жауабына қарсылық білдірем, жоқ, олай емес, негізі былай деп 20 ұпай жусан. Айтып көрейін. Айтып көре ғой. Несие тарихында не жазылады? Несие тарихында қанша сумма алдың және қанша сумма төледің, қанша төлемедің, соның бәрі жазылады деп Иә, ойлаймын. мен де соны Адамның- айттым, Адам ойладым. асыл. Дұрыс жауабын тыңдаймыз. Кеттік ал. Несие тарихында не жазылады? Несие тарихында адамның өмірінде алған барлық несиелер туралы ақпарат жазылады. Сіздің жауабыңыз дұрыс. Қайсы сіздің түсіңіз? Қара түс, яғни тесік қалтадан бизнесмен бөліміне өтеді. Сіздің жауабыңыз да дұрыс, яғни сіз бірдей жауап қайталадыңыз, сондықтан да сізге плюс 5 жусан қосылады. Дұрыс па? Мен де айта салғым келеді. Неге айтасың ол керек? Енді мынадай шарты бар. Егерде сұраққа жауап бере алмаса, бір-ақ адам ғана Жауап қарсылық беріледі. білдіріп жауап бере алады. Дұрыс па? Иә. Ал, Мадина, құтты болсын, бизнесмен алаңына өткеніңіз. Енді Аружан. Ақкүлкем, Аружан.
Жалпы несие алмадым дейсіз. Үй іші несие алды ма? иә Ата-анаңыз, бауырларыңыз. иә Несиені қалай төледі? Жеңіл ма, қиналды ма? орташа дейінші қатты қиналу да болған жоқ, қатты жеңіл де болған жоқ. Бірақ өзі- Бір қазақтар біз кредитке үйреніп қалған сияқты. Несиеге Оңай ма? төлей береді, иә, несиеге ше. түк ойланбайды. Иә, ай сайын әйтеуір несиенің ақшасы келіп тұрады да, соны төлей. Әйтеуір менің несием болған кезде мен үшін ай 30 күн емес, біртүрлі бір апта сияқты болып көрінеді. Тез өтіп кете ма? Төлеп тастайсың. Бір Қайтадан 4 күн рахаттап жүрген кезде несие төлейтін уақыт болып қалады. Мен айтамын, мен құрсын бір ай өтіп кетті ма десе. Иә, міне бір ай өтіп кетті дейді. Сосын қақылдап телефонға саған дабыл береді. Әй, төле деген сияқты. Сондықтан да, Аружан, сұрақ. Банк картасындағы қаражат қалай аталады? Сізде банк картасы бар ма? Иә. Бар. Банк картасында қанша ақшаңыз бар? Қазір ма? Иә. 20-30 мың ба? Сен миллионер емессің ба? 20-30 емессің? Жоқ, қазір қалған айтатын. Қалған. Оны қалған 970 мың аққа жібердің. Оны қашан ішіп жеп үлгеріпсің. 970 мың теңгені ішіп жеп салдың. 30 мың теңге сенің банк картасындағы қаражат. Қалай аталады? Карточкадағы қаражатың. Логика. Ақша? Нақты. Қазір. Дұрыс жауабың. Мен жауап берсем. Асықпаңыз, өзің жауабын Иә. тек. Мұғалім болып балаларға сұрақ қойған кезде, балалар жауап бермей отырса, бере алмай отырса, дәл қазіргі сенің состояниеңде кейпіңде болады. Сен сол кезде тықақтайсың. Білмейсің. Бұл жауап бер, оқымаған, Жоқ, дайындалмағансың. мен ондай болмайды. Ондай қатал мұғалім емессіз, иә? Қазір Сіздің білмеймін, банк банктағы картасында картадағы қаражат қаражат қалай аталады? қалай аталады қаражат? 30 секунд уақытыңыз өтіп кетті, тез жауап беру керексіз. Жоқ, білмеймін. Қойшы, білмеймін деген сенің жауабыңды алғым келіп тұрған жоқ. Бостан-босқа қазір өкініп Қазір қаласың. ойлануға бола ма? Жоқ, ойланатын уақытың бітті. Сен бағана айттың, өзің аузыңнан шықты сол сөз. Банк картасындағы қаражат. Ақша? Стоп. Ақша деп қабылдаймыз. Қарсылық білдірем, ақша емес. Аружан. Теңге. Болды. Аружанға қарсылық білдірді. Бұл ақша деді, бұл теңге деді. Дұрыс жауап. Банк картасындағы қаражат, банк картасындағы ақша қолма-қол емес, ақша болып саналады. Ақша, бірақ қолма-қол емес. Сіздің де жауабыңыз нұсқасы дұрыс. Өйткені жоққа шығаруға болмайды. Сіз қайсы еді сіздің түсіңіз? Мен серый болған. Серый, тесік қалтадан бизнесмен алаңына өттіңіз. Сізге 10 ұпай қосылды. Сізге қарсылық білдіріп жауап бергеніңіз үшін плюс 5 жусанға ие болдыңыз. Ал, Раушан. Сұрақ. Жалпы, екеуіңіз ғой, Мадина екеуің, жалпы, мысалы, қолма-қол ақша ұстамағанымызға көп болды, Иә. Барлығымыз Картамен или қолма-қол ақша ұстаған дұрыс па? негізі дұрыс. Неге? Өйткені телефон өшіп қалуы мүмкін, или там карточкаңды жоғалтуы мүмкін, қандай любой жағдай болып қалуы мүмкін ғой, сол үшін артық ақша, то есть қолма-қол ақша болу керек, чтобы төлегенде. Болу керек. Иә. Бір жағынан қолма-қол ақшаменен төлесең, ләззат алатын сияқтысың. Иә, Сен не үшін төлеп жатқаныңды көресің. Сезіледі. Әйтеуір нені аласың, ақшасын аласың, Қайтармақ. Ақшаның құны қалтаңа сезіледі. саласың, оны 325 теңге мелш тиынды жоғалтып аласың. Бағана тапқан ақшаң болды, нөл. Ал, себебі? Негізі шынымен де бізде қолма-қол деген көбінесе жойылып бара жатқан сияқты түрлі бағдарламалардан өткізе саламыз, қолма-қол жоқ, сондықтан Яғни сезілмей қалады да біртүрлі сенің көбінесе. бұл ақшаң біртүрлі тегін сұрау жоқ Иә, сияқты сондай бәрін болып қалады. төлей бересің. Білмей қаласың. Айналып қарағанда қарасаң көк тиынсыз. Раушан, сұрақ сіздікі. Мүлікті сақтандыру. Бұл сақтандырудың қай түріне жатады? Яғни қазір көп нәрсе сақтандырылады. Мүлік, жылжымайтын мүлік, жер, кейбір голливудтық жұлдыздар өзінің дене мүшелерін сақтап жатады. Деген сияқты. Қарама Аружанға, нең бар Аружан? Аружан осы кезде сен ұтылып қалса екен, не үстіне кетсе екен деп ойлап отыр. Аружан өзінің плюс 5 жусанымен мәз болып отыр. Мүлікті сақтандыру, бұл сақтандырудың қай түріне жатады? Жалпы, сізде не сақтандырылып тұр?
Машинаңыз бар ма? бар. Сақтандыруда ма? Иә. Машинаңыз қандай мүлік болып саналады? Жылжымайтын мүлік. Иә. Жылжитын Жылжымайтын мүлік. үй, жылжитын мүлік. Сіздің машинаңыз жылжиды. Үй, жер жылжымайды. Мүлікті сақтандыру, бұл сақтандырудың қай түріне жатады? Жылжымайтын Түріне? түріне жатады. Жоқ, мүлікті сақтандыру, бұл сақтандырудың қай түріне жатады? Бұл жерде мүлік нешеге бөлінеді деп жатқан жоқ. Сақтандырудың түрін айтып жатыр. Қамтамасыз, ой, то есть, қалай айтсам болады? Қалай біз солай айта береді? Жоқ, мүлік сақтандыру, то ана еді небезопасно дейді. Түрмен жауап. Небезопасныйдың қазақшасы қалай? Қауіпсіз ба? Қауіпсіз. Қауіпсіз түріне жатады. Жатады, иә. Қарсылық білдірмейміз ба? Жоқ. Дұрыс жауабын көрейік. Мүлікті сақтандыру, ерікті сақтандыру түріне жатады және әр адамның жеке таңдауы болып қала береді. Дұрыс Ерікті емес па? сақтандыру болып саналады, яғни ерікті түрде сен өзін сақтандырасың. Бір жағынан сенің сұрағыңның да жауабы да келеді қауіпсіздік үшін. Сондықтан да сіз тесік қалтадан толық жауап бермегеніңіз үшін өтпейсіз, бірақ сізге +5 жусан жазылады. Дұрыс па? Дұрыс. Хорошо. Дұрыс деп қойды. Дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Олай болса, құрметті көрермендер, Байлайк бағдарламасының тұрақты серіктесі Жусан Банк бірінші айналымның нәтижесін серіктесім Саядан естігім келіп отыр. Сая, нәтиже қалай болып жатыр? Сонымен бірінші айналым нәтижесі бойынша Аружан ханымда -5 жусан, Мадина ханымда +10 жусан, Аружан ханымда +10 жусан, Раушан ханымда +10 жусан. +10. Әлі 5 жусан қарызсыз, одан кейін қарызыңыздан құтылғаннан кейін аяққа тұра бастайсыз. Күшті осылай қаржы төлей беруге болады екен, иә? Иә да? Күшті екен. Үш бірдей ханымыз Мадина, Аружан, Раушан 10 жусан капиталмен екінші айналымға шығып отыр. Екінші айналым кеттік. Екінші айналым. Тесік қалтада қалып қойған біздің Аружан. Сұрақ. Қор нарығы, яғни фондовый рынок деген зат. Не? Аты таныс та, что-то қор нарығы. Фондовый рынок дейді, яғни қор нарығы. Барлық нелер сақталатын не ғой? Иә, сол ақша, мүлік деген нәрселер сақталатын нарықты осы қор нарығы дейді ғой. Яғни сіздің жауабыңыз. Иә, осындай обобщен, ауқымды түрде. Жалпы түрде сіз жауап беріп жатсыз. Жалпы түрде жауап бергеніңізде міндетті түрде есептелетін болады, егер дұрыс жауап болмай қалған жағдайда. Мадина, қарсылық білдіресің ба? Жоқ. Аружан? Жоқ. Жоқ, құдай сақтасын. Раушан? Жоқ, дұрыс деп ойлаймын мен. Дұрыс деп ойлайсыз. Яғни дұрыс жауапты білу үшін экранға назар аударайық. Қор нарығындағы бағалы қағаздар сатылатын нарық, акциялар, облигациялар. Дұрыс емес. Өкінішке орай дұрыс емес, өз сұрағыңызға өзіңіз жауап бере алмадыңыз. Тесік қалта бөлімінде әлде қаласыз және де сізге -10 жусан қосылатын болады. Өкінішке орай. Дымда қалмайды. Тиктокта байсың ғой. Бұл ойын. Бұл ойын болғанмен, ойында да әрине жетістікке жетуге ұмтылу керек. Ол көшбасшылық сенің ішкі мінезіңді қалыптастырады. Яғни алда жүруге, көшбасшы болуға. Өйткені бизнес саласында жүрген кез келген бизнесмен көшбасшы болуға тырысады. Өзінің жұмысын ілгері болуына және де нәтижелі жемісті болуына жұмыс жасайды. Дұрыс па? Сіздер де кішігірім өздеріңіздің жұмыстарыңызда көшбасшысыздар. Дұрыс па? Ал, Мадина, Аққукем, ауылың қайдан? Көкшетаудан. Көкшетаудансыз, Арғынның қызысыз. Жоқ, Жағалбайлымын. Көкшетауда Жағалбайлы күшсіздер жылқысын бар ма не? көптігінен бағалмайды. Анан қара. Не дедің? Жағалбайлы жылқысын көптігінен бағалмайды. Ой, күшті екен, күшті. Бұл енді Папам тиктоктағы не всегда ма? сөйтіп айтады. Тиктоктағы бұл бірдеңен цитатын айтқаннан кейін дейтін кез бе? Жоқ, мен өзім бір сондай бір нем ғой, привычкам сөйтіп Сөйтіп қуатым бар де. Иә, кішкене қуам. Ал, сұрақ, Мадина сізге. Қарызды төлеуге жарамсыз деп қандай тұлғаны айтады? Қарызды төлей алмайды мынау. Өйткені ол
несиені көп алған адам, несиесі басынан асып кеткен или Мен айтып көрейін. подождите. Ой, Асықпай. тоқтаңдаршы мен әлі Менің сұрағым ғой, кетіңдерші әлде. Вообще кіріспеңдер менің сұрағыма. Өздерің сұрақтарыңа жауап беріңдер. қарыздар төлеуге жарамсыз деп танылатын тұлға банкрот адамдар. Сіз вообще Терең ойлайды екен. демек бұл сұраққа қатысы жоқ жауап деп айта алмаймын, бірақ Онда өліп қалған адамдар или нет? логично ойлап қарасақ, өліп қалған адам енді төлей алмайды. Жарамсыз. Иә, жарамсыз. Біртүрлі жаман естіледі екен, бірақ ол шындық, иә? Шындық қой. Иә. Мадинаның сұрағына қарсылық Иә, білдіретін бар. Раушан, Аружан. Мен айтайын, Бұл инвалид минус және 15 қарызы бар. Сонда да қарсылық білдіреді. Кеттік Аружан. инвалид және де қарт адамдар деп ойлаймын. Мүгедек, я болмаса мүгедек. жасы жеткен кәрі адамдар ғана төлей алмайды. Болды. Және де жетімдер. Және де жетімдер. Дұрыс жауап. Оларға қарыз бермейді. Банкрот! Сенің жастарың қызым. Кәдімгідей. Ал, сіз қайсысы едіңіз? Мен қара. Қара. Бизнесмен алаңынан инвестор алаңына қош келдіңіз. 10 жусан қанжығаңызға байланды. Аружан, өкінішке орай сіз тағы да минус 20 жусанға қарсыз. Біз сонда даже осылай сұрақ, немешет, осылай қарсылық беріп нетсек, тоже минусқа кіреміз. Дұрыс жауап бермесек. Дұрыс жауап берсек, плюс 20 бұл. Аха. Сондықтан да- А былай минус. Иә, қарсылық жауап деп айтып отқаным сол. Дұрыс па? Түсіндім, иә. Керемет. Бір жағынан мынадай деген бар, интуиция деген нәрсе бар. Ең бірінші сіздің жауабыңыз міндетті түрде ол дұрыс болады. Дұрыс ойласаңыз біріншісінде. Сосын кейін шатасып кетуіңіз мүмкін. Өйткені мен шатастырам сендерді. Страшно. Иә, соғы мен Және сенбеймін бар шатастырам. ғой. Бәше. Тырна жесін деді. Көртін. Көз дейді ғой прям. Ал, Аружан, әдебиет пәнінің мұғалімі, Биолог ұстаз. пәнінің Қазір мұғалімі. биолог болып кеттіңіз бе? Жоқ, мен Біраздан кейін келіп тұрғанда химикпен келіп тұрма? Сұрақ сізге. Тауар сатып алушы немесе әлдебір қызмет түрін пайдаланушы адамды кім деп айтады? клиент. Соны енді қазақша айт. Клиент қазір. Тұтынушы. Тауар сатып алушы немесе әлдебір қызмет түрін пайдаланатын адамды тұтынушы деп айтамыз ба? Айта берейік па? Әлде бір қызмет түрін пайдаланушы деп тұрды ма аяқта? Аружан сен шатастырып жатқан сияқтымын, дұрыс айтып жатқан сияқтысың. Қазір. Жатырсай Мадина. Ал. Кім қарсылық білдіргісі келеді? Ойланып отырыңыз жауаптарыңызға. Аружан, 30 секунд уақытыңыз бітті. Тұтынушы. Бұл нақты әрі соңғы жауабыңыз. Аружан қарсылық білдіретінің бір еді ғой. Қойдың ба? Қой таста қысылы. 35 қаншаға қарыз едің? 25 қарызсыз жусан. Олай болса ешкім қарсылық білдірмейтін болса, дұрыс жауаптың нұсқасын көрейік. Тұтынушы, сапалы құрмет қошеметтеріңіз. Бизнесмен алаңынан өзіне сенімді бол. Тұрда шық кеткесі. Бизнесмен алаңынан инвестор алаңына қош келдіңіз. Және де 10 жусан ұпайы сізге тиесілі. Ал, қызық болып бара жатыр, е? Сіздер тек қана өздеріңіз капитал жинап ұрып кетіп баратсыз да? Мына Аружанға көмектесу, оған қарызға ақша беру деген ойда жоқ па? Мен көмектесім келеді, бірақ та жауабын бермесем қалай көмектесем? Өз овалы өзі десейші. Жоқ, оған конкретно қиын сұрақтар келеді, потому что чуть-чуть. Енді бұл ойын шарт солай. Иә, Ал, по идее. ең бастысы настроение көңіл-күйің түсіп қалған жоқ қой? Жоқ. Бәрі жақсы ғой? Иә, жақсы. Маған бәрі десейші. Главное шын ақшамыз бар ғой. Иә. Сол үшін Қара өз-өзіне қалай сенімді. мотивация. Бұндай сенімді қыздарға сенімді жігіттер жақындамаса қиын болады. Так, Раушан, мүлікті қандай тәуекелдерден сақтандыруға болады? Мүлікті қандай тәуекелдерден сақтандыруға болады? Сенің мүлкің бар мысалы, машинаң бар, үйің бар. Соларға қандай қауіп келіп қалуы мүмкін? Соны ойлап сен сақтандырасың оны. Қандай қауіп келіп қалуы мүмкін? Сенің мүлкіңе.
машина тұрады көшеде, жел тұрып кетеді, талдан жапырақ түседі. Қатты жел болса, талдың өзі түсіп кетуі мүмкін. Бұған кім залал келтіріп тұр? табиғат. Мен деген Қойшы. мен деген Сен деген не? Мен деген де. андай кішкене білетін сияқтымын да, бірақ балын Енді азайып бірінші кете ма Раушанның деп нұсқасын қорқып тұрмын. тыңдап алайық. Одан кейін барып сіз қарсылық білдіру ретінде өз жауабыңызды дайындайсыз. Раушан, тыңдап тұрмыз. мен сұрақты түсінбей жатырмын ше, мүлікті қандай Мен сізге сұрақты барынша ашып, айқындап түсіндіріп беруге тырысып жатырмын. шатастырып жатқан сияқты. Жоқ, мен тек қана жауапқа келгенде шатастырамын. Сұрақты мен айқындап ашып беремін. Сіздің мүлкіңіз бар. Машина, үй. Соған залал, қандай залал келуі мүмкін? Не үшін сақтандырасың? Қандай залалдан сіз сақтандырасыз? Қандай қауіп қатер келуі мүмкін сіздің мүлкіңізге? Сол сұрақ. Раушан, элементарный зат, Құдай-ау, ойланшы, сәл болса да. Қазір сен бұның жауабын естіген кезде, Құдай-ау, мен білем ғой мынау неге мен үйттім деп өзіңе өкініш болады. Қатты айтшы. Қатты айта бер, бұл саған сабақ емес қой. Ну ладно, я думала, Көмектессең болады. өрттен, андай табиғаттан. Апаттан, зілзаладан. Сол ғой жауабы, дұрыстап ойнап көрші. Енді сен жауабын айттың Сен ғой. табиғи просто қайталай сал просто. табиғи залалдардан ба? Яғни табиғаттан қауіп қатерден сақтандыру деп атады. Енді қарсылық жоқ болатын шығар деп ойлаймын. Дұрыс жауап. Мүлікті кез келген қауіптен сақтандыруға болады, табиғи апаттар, тонау және тағы басқа. Раушан, ендігі кезекте сіз тесік қалтада бөлімінде тұрсыз. Қайсысы сіз? Ақ па? Ақ қой, иә. Ақ. Сіз сұраққа Мадина көмектеспесе жауап бере алмайтын едіңіз. Сондықтан да тесік қалтада қала бересіз, бірақ плюс 5 ұпай сізге жазылады, ал Мадина сізге 10 ұпай жазылады. Маған да ма? Яда! Ой, оны айтатын едім ғой мен. Менде сол ғой. Иә. Ойлау, мен Міне, екінші айналымда өз мәресіне келіп жетті. Жалпы осы екі айналымның ішінде өзіңізге қаржылық сауат ашу жағынан қандай да толыққанды мағлұмат ала білдіңіз ба? банкрот бағана, банкрот дегенді. Банкротты алдым, иә. білдіңіз. Одан кейін резерв бағана. Резервтік капитал. Иә, резервтік капитал өте жақсы. Яғни бұл біз күнделікті бұл өмірде бұл нәрсені тәжірибеге асырып отырамыз. Иә, қолданылатын. Қолданылатын. Бірақ нақты терминология бұның атауын біз білмейміз. осы байлайк бағдарламасы арқасында Білетін боламыз. қаржылық сауатымызды Байытатын көтеріп боламыз. жатырмыз. Байлайк бағдарламасы біздің тұрақты серіктесіміз Жусанбанк. Сая, менің әріптесім. Екінші айналымның нәтижесін айтшы, қалай болды? Екінші айналымның қорытындысы мынандай. Аружан ханым минус 35 жусан, Мадина ханым плюс 25 жусан, Аружан ханым плюс 20 жусан, Раушан ханымда плюс 15 жусан. Плюс 15. Ал бізде 25 жусанмен алға оза шауып келе жатқан ол Мадина ханым. Сізді құттықтаймын. Ең капиталы көпсіз. Рахмет. Ойбай, Раушан ау, минус 35. Аружан, минус 35 жусан қарызсыз. Бірақ бұл айналым, бұл ойынның бір қызығы, қазір бір мезетте, әп-сәтте Аружан екі адамның сұрағына жауап берсе, плюс 5 болып қалып, өзінің сұрағына жауап беріп, бизнесмен алаңына келіп орналасуы да ғажап емес. Сондықтан да сәттілік тілейміз, ары қарай жалғастырамыз. Үшінші айналым Аружан сізге. Сіз әлі тесік қалта бөліміндесіз. Бизнесмен бөліміне өту үшін бірақ сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, өтесіз. Несие деген не? Несие деген кредит емес па? Біреуден қарызға алу деген сияқты. Несиені орысшасы қандай? Кредит. Иә, кредит. Бір адамнан уақытша қалай еді? Ол қарыз емес па? Ол қарыз ғой, қарыз деп саналады. Банктардан несие аласың сен. Иә, сол кредит, енді сіз белгілі мөлшерде кредит аласыз, және де сіз оны постепенно төлейсіз ғой, например, айға бөліп деген сияқты. Сол ғой несие деген. Яғни несие деген банктан алған ақша.
иә Дұрыс па? кредит. Жауабыңыз нақты ғой. банкта несие дегеніміз банктан белгілі бір уақыт мөлшеріне дейін алынатын қаражат. Сөйтіп айттым мен. Сөйтіп айтты, және де сол жауап нұсқада тоқтайсыз. Иә. Қарсылық білдіресіз бе? жоқ күшті жауап берді. Күшті жауап берді. Яғни сіздер көмектесіп едіңіздер. Ал дұрыс жауабы, кредитор ақшаны пайдаланған үшін белгілі пайызбен берген ақшалай қарыз. Дұрыс қой. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Тесік қалтадан, мынау ма сіздің түсіңіз? Тесік қалтадан бизнесмен бөліміне келдіңіз, және де плюс 10 балл. Сіз 10 жусан төлеп тастадыңыз, енді сізде 25 қалды. Желеп қарыздан құтылып, үйшем бер қарай кетіп баратқан ба? Көк түйін ақшасы жоқ бірақ. Ал, енді Мадина, сізге сұрақ. Банкомат карточкасы бар ма сізде? Иә, бар. Банкомат ақша бермеді. Бірақ карта сомасы есептен шығарылды. Не істеу керек? Сіз мысалы банкоматқа келіп карточканы тықтыңыз, керек соманы жаздыңыз, карта сомасы есептен шығарылды. Яғни сіздің телефоныңызға 20 мың теңге шешілді дейді, бірақ банкомат ақша бермеді. Не істейсің ал? Бақырып жылайсың, дейсің. Операция аяқталғанша күтесің. Банк бөлімшесіне жүгіну керек. Б. Қосымшаны жойып қайтадан жүктеу керек. В. Полицияға хабар беру керек. Дұрыс нұсқасы. Банк бөлімшесіне жүгіру керек. Тоқтаңыз. Жүгіну керек, иә? Тоқтаңыз. Тағы бірі дұрыстап ойланып. Мен орнымда отырмын, ішке деп тұрсам жоқ. Дұрыстап ойланып алайыншы. Операция ақталғанша күту керек. Банкомат ақша берген жоқ, бірақ карта сомасы есептен шығып кетті. Не істеу керек? Иә, банк бөлімшесіне жүгіну керек. Бұл нақты әрі соңғы шешіміңіз. Иә, нақты. Полицияға бармайсыз? Жоқ, өзіме сенімдімін. Банкқа жүгінуім керек. Қарсылық білдіретін жауап бола ма? Раушан? Аружан? Аружан, екі Аружан екен ғой. Сіз қарсылық білдірмейсіз, сіз енді тыныш отырыңыз. Тыныш отыра беремін деп шештім. Дұрыс жауабын күтейік. Банк бөлімшесіне жүгіну керек. Дұрыс. Сіз ба мынау? Сіз мұндасыз ғой? Қарамын. Қарасыз. Инвестор алаңынан меценат алаңына өттіңіз, және сізге капиталыңызға 10 жусан қосылды. Қандай тамаша. Аяққа түріп келе жатырмыз. Шүкір. Айтпайды. Құрметті Аружан ханым, әрі биология пәнінің мұғалімі, әрі әдебиеттен береді, әрі биші, әрі тиктокер, әрі блогер. Қазір енді білім беру жүйесінің саласын сіз өзіңіз маман ретінде қалай бағалайсыз? Қазіргі білім беру жүйесі. Өте керемет. Өте керемет. Себебі білесіз бе, қазір бізде оқытып жатыр ғой енді, жан-жақты оқытып жатыр да мұғалімдерді. Тек қана білім беру емес, балаларды сонымен қатар психологиялық түрде, сонымен қатар тәрбие, Әл-Фараби атамыздың өзі айтқан ғой, тек қана білім беру емес, мұғалімдерде тәрбие ең бірінші орында деген сияқты. Сол сияқты бізге көп үйретеді. Сондай жүкті арқалайсыздар. Иә, ол баламен психологиялық түрде сөйлесу, және де тәрбие беру ең алдымен білім соның бәрі қатар жүру керек та. Соның бәрін қазіргі таңда мұғалімдер өте жақсы біледі, және де жақсы меңгеруде. Сондықтан да дамып келе жатыр деп ойлаймын. Технология болсын, дамып келе жатыр. Сіз мұғалім ретінде өзіңіздің оқушыларыңызға айта аласыздар. TikTokқа, Instagramға сене бермей, белгілі бір мамандық иесі болуға тырысыңыздар. Бұл нәрсе уақытша болуы мүмкін деп те айтасыз ғой. Әрине, бірақ сіздердің жетістіктеріңізге қарап, қаншама адам мен де Аружандай, Мадинадай, Аружандай, Раушандай болсам екен деп тырысып бағады. Бірақ бәрінен бірдей бұйырмайды бұндай зат. Әрине, иә. Ескерту керек қой бірақ та. Егер оның шынымен де құлшынысы болса, одан да шығатын шығар бәлкім. Сондықтан да бетінен қақпа дейді ғой баланы. Бәлкім одан да бір жақсы сондай өнер жүйесінде. Все, уже завуч болу керек сияқты. 2 жылдан кейін мына кісі ректор болып отырады. Иә, қолдарын көресіз бе? Иә, бүйтіп. Мұғалім сияқты сөйлейді ғой. Бүйтіп арасында бүйтіп қояды. Иә. Ал, саусақпен сезімді білдіру, жестикуляция дейді ғой, ишара. Соңғы кезде қатты дамып кетті. Иә. Бұлай не деген сөз? Жүрек жақсы көремін. Жүрек жақсы көремін. Бүйтіп мынаны көтеріп, бүйтіп астына салсам, ол не деген сөз? Жек көремін. Күнделікті біз айту мынау емес, мынаны астына салып отыратынбыз. Ал кет.
Аружан, сізге сұрақ. Банкомат ақша бермеді. Бірақ карта сомасы есептен шығарылды. Осындай жағдайға қатысты сіздің өтінішіңіз банкте неше күн қаралатынын білесіз ба? А. 30 күнтізбелік күнге дейін. Ә. 25 күнтізбелік күнге дейін. Б. 15 күнтізбелік күнге дейін. В. 10 күнтізбелік күнге дейін сіздің өтінішіңіз қаралады банкте. Меніңше, бұл соншалықты банкомат ақша бермеді деп 30 күн оны соншама жырғылатындай ештеңесі жоқ. 25 күнде жетпей ма? Әлде 15 күн қарайсыз ба? Мысалы, сіз банк қызметкерсіз, сізге өтініш берді, сіз неше күн қарар едіңіз бұны? Парт-та-пұрт 10 күнде қарайсыз ба, әлде 15 күн ба? Бәлкім оны бір жерге барып құзырлы органдарға тіркеу керек шығар. Сол үшін уақыт көп кететін шығар. Адам көбіне де байланысты, халық көп сондай сұраныс білдіргеніне байланысты. Аружан, ойланып көрші, саған ағай уже жауабын беріп қойды. Біліп тұрмын ғой. Бұл шатастырып тұр деп ойлап тұрмын да. Жоға, шатастырмада. 25 күнтізбелік күнге дейін. Ал, мен енді өз басым, сізде капиталыңыз болса, 10 жусан беріп, өзіңізге керек 2 нұсқаны алып қала аласыз. Жоқ, үйткім келіп тұрған жоқ. Үйткім де келіп тұрған жоқ. Ақшаны да алғым келіп, келесі бөлімге де өткіңіз келіп тұр. Бәрі керек. Қазір дұрыс жауап бермесек, әче бүкіл ақшамызды алып қоя ма не? Жоқ, алып қойма. Шошып кеттім. Шошыма. Так, Аружан. 30 күнтізбе слишком өте көп. Өте көп. 30 күн, 25 күн, 15 күн, 10 күн. Ал, нақты әрі дұрыс жауап, уақытыңыз бітті, кеттік ал. Аружан ханымның жауабы 25 күн. Қарсылық білдіреміз ба? Қарсылық білдіріп, 20 жусан капитал жинап алуға зор мүмкіндіктеріңіз бар. Ал егер дұрыс жауап болмай қалса, минус 20 жусан капиталыңыздан шегеріледі. Бұл қайтарса бола ма? Негізі жауапты қайтарса бола ма? 25 деп айтып қойдыңыз ғой. Болды ма онда? Не деп қайтарғыңыз келіп тұр? 15 деп те ойлап тұр. 15, мейлі, 15 дейік. Сіз қарсылық білдіріп отырсыз, Мадина ханым? Дұрыс жауабы? Білмеймін енді, минус 5% алына ма? 20 кетеді, дұрыс емес болмай қалса. Да? 20 кетеді. Қарсылық білдірмейсіз ба? Жоқ, үндемей отырым. Раушан, олай болса, Аружанның жауабы 15 дейді, дұрыс па, бұрыс па білейік. 30 күнтізбелік күнге дейін Қарсылық білдіре салу керек еді. өтініш қарастырылады. Ағай, сізге Аружан, сіз қайсысыз? Сұрсыз ба? Сіз өкінішке орай инвестор бөлімінде қаласыз, және де минус 10 жусан сіздің капиталыңыздан шегеріледі. Білмеймін, біліп отырмын негізі. Мен де айтайын. Сіз 30 деп айтайын деп педіңіз? Қорқалдым сіз. Енді қараңыз, бизнес әлемінде жалпы белгілі бір затты бастамас бұрын тәуекелге бармаса, Әрине. жетістікке жете алмайсың. Осы кезде сенің тәуекелге баратын үлкен мүмкіндігің болды, сол мүмкіндікті жіберіп қойдың. Раушан ханым, қош келдіңіз. Тағы да. Сұрақ па? Сұрақ. Несие жалпы кімге беріледі? Маған де. Қазір маған деп айтам. Қазір маған. Несие қайтым өт. Қалай солай айта берші? Не ғой? Не? Ойың жинақтау. Қарсылық білдірем десең, ойыңды жинақта. Несие кімге беріледі? Несие біресе то нет, типа. Орысша ойыңды айтшы, сосын мен саған аударып Қазір айтам. Несие кімге беріледі? Кредит выдают тем, кем ты ходишь? Жоқ, тілім ұшына тұр просто. Мысалы, сен несие алдың. Өзін сипатып берші, кімсің сен несие алатындай сонша? Жоқ, типа, қайтым өт, ақша жоқ, соған несеп тұрады, типа. Яғни, ақшасы жоқ мұқтаж адамға несие беріледі. Иә, мұқтаж адамға. Егерде мұқтаж емес адамда өтініш білдірсе, банк оған да береді. Мұқтаж емес болса да оған береді.
жұмысы бар, соны төлей алатын деген кісілерге несие беріледі. Яғни зейнетақы несі бар? Айлық алып тұратын. Айлық алып тұратын тұрақты жұмысы бар адамға беріледі. Жауабыңыз дұрыс па деп ойлайсыз ба? Иә, соған беріледі, а то берілмейді ғой. Кішкене қоссам болады. Аружан. Және де оның кредитная историясына да қарайды. Яғни до этого черный спискта болды ма, болмады ма, соған да қарап несиені береді. Яғни несие тарихы таза адамға беріледі. Сіздікі жұмысы бар, айлығы бар, тұрақтылығы бар, зейнетақы қорындағы капиталы бар адамға беріледі. Дұрыс жауап. Жеке және заңды тұлғаларға. Примерно дұрыс қой, бірақ. Дұрыс қой енді. Біз просто өйтіп Енді былай істейік. Екеуіңіздің де жауаптарыңыз нақты емес, бірақ дұрыс. Сондықтан да әр адам өзінің алаңында қала береді, оны пайды 5-5-тен бөліп береміз. Міне 5 жусаннан құтылдың. Үндемей отырып. Плюс 5 сізге, плюс 5 Раушанға. Енді, құрметті көрермендер, эфирде байлайк бағдарламасы біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банк. Бұл бағдарламаның көріп отырсаңыздар, қаншама қаражат туралы сіздерге мәліметтерді, мағлұматтарды беріп жатырсыз. Ойын ойнап отырған ойыншылардың өзде, бізді көріп отырған көрермендердің өзде қаншама мағлұматқа қанық болып, сауаттарыңызды арттырып жатырсыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Олай болса, айналымның нәтижесін Сая ханымнан сұрағым келеді. Сая. Үшінші айналым нәтижесі бойынша Аружан ханымда минус 20 жусан, Мадина ханымда плюс 35 жусан, Аружан ханымда плюс 10 жусан, Раушан ханымда плюс 20 жусан. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Минус 20 болып атқан Аружан Мәмбетайлық сіз ғой, онда мен дұрыс белгілеп отырмын. Ал, енді қызық болады. Меценатта біздің Мадина ханым. Мадина, бірақ сұрақтан кейін сен Жусан алаңына келесің. Жусан алаңына келген ойыншы ол финалға шықты деп қабылдаймыз. Бірақ біз әр ойыншының сұрағын ойнатамыз. Жусанға келген кезде тек қана финалға шыққан адамға ғана сұрақ қойылады. Жусанға дейін жеткен капиталыңыз 50, болмаса 20-30 болса, сіз Жусандағы айналымда сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, сіздің капиталыңыз 2 еселенеді. Дұрыс жауап бере алмаған жағдайда сіз финалист болып қала бересіз, капиталыңыз еселенбейді, сол бар капиталды алып кете бересіз. Келістік па? Олай болса, келесі айналымға кезек берейік. Біздің бағдарламамызды көріп отырсаңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, және де келесі бағдарламада қонақта кімді көргіңіз келеді, соны да жазып кетіңіз. Бұл біз үшін өте маңызды. Аружан, сіз әлі тесік қалтадасыз. Жоқ. Аружан бизнесменді. Тесік қалтада кім? Мен, Раушан ғой. Уйбай, Раушан. Шын ба? Иә, қалтасы тесік оның. Неге олай? Білмеймін. Жауап берді емес пе? Қашан? Өзінің сұрағына жауап берген жоқ. Басқа біреулердің сұрағына жауап бер. Тек қана капиталын жинап жатыр ғой, бірақ. Жалпы ойын қызық па сіздерге? Мен ойланып уже бар ғой. Өте қызық. Ақпараттарды жинап жатырмын да. Жинап жатырсыз. Яғни бұл ақпараттарды ертең өмірде тәжірибе жүзінде іске асыруға әбден болады. Пайдалы ақпараттар. Пайдалы ақпараттар. Күшті шоу. Ойнап отырып, ыржыңдап отырып, капитал жинап отырсыздар. Және де сауаттарыңызды арттырып отырсыздар. Аружан, сұрақ сізге. Бизнесмен алаңында отырған Аружанға сұрақ. Бұл сұраққа жауап берсе, сіз инвестор алаңына өтесіз. Сұрақ. Елдегі барлық банктердің, мұқият тыңдаңыз, логикаға жүгіну керек. Елдегі барлық банктердің, несиелік мекемелердің және банк операцияларын жүзеге асыратын жекелеген экономикалық ұйымдардың жиынтығын. Так, елдегі барлық банктердің, несиелік мемлекеттердің және банк операцияларын жүзеге. Экономикалық ұйымдардың жиынтығы. Жаңалықтардан естиміз, пәленше министрлік осыншама бюджетке ақша бөлді, бұйыртса келесі жылы осы ақша игеріледі, осындай облысқа, осындай пайызға деген сияқты. Бұл ұйым. Сіз көп естисіз жаңалықтардан, жалпы қаржыға қатысты жаңалықтардан естисіз. Өзі сұрақтың өзі жауап беріп тұр.
елдегі барлық банктердің, несиелік мекемелердің және банк операцияларын жүзеге асыратын жекелеген экономикалық ұйымдардың жиынтығы. жоқ, банк емес па? Негізі акимат па или? Құйқыз. Да, акимат емес, ең бәрі акиматтар, шақ акиматтар. Қазір несиелік мекемелердің деген, это банктер емес па? 30 секунд уақытыңыз өтіп кетті, нақты жауап беретін уақытыңыз келді. Тағы да мен сұрақ оқиыншы, мұқият тыңдаңыз, арасында подсказка болады. Елдегі барлық банктердің, несиелік мекемелердің және банк операцияларын жүзеге асыратын жекелеген экономикалық ұйымдардың жиынтығы. Банк? Банк емес па? Банк емес па? Білмеймін енді, мен саған не деп айтам, қараңыз. Шайнап аузыңа салып беріп тұрмын, жұта сал деп тұрмын саған. Жекелеген нақты жауабыңыз банк жиынтығы. Қарсылық білдірмейміз ба? Жоқ. Раушан, Ау, жоқ. қарсылық. Ару, Мади. Жоқ. Дұрыс жауабын тыңдайық. Банктік жүйе, дұрыс. Плюс 10, яғни сізде 20 қарызсыз ба? Қанша қарыз еді мынаңыз? 10 ұпаймен қарызыңызды азайтып алдыңыз және бизнесмен алаңынан инвестор алаңына өттіңіз. Инвестор деген сұрақтардың жауабының 4 нұсқасы болады. Енді қиналмайсыз. Мади, қалайсың? Күштімін. Жалғыз өзі меценат, ұрып келатыр, ешкімді қарамайды, капитал жинап алған. Жалпы меценат деген кім? Білесіз ба? Жоқ, Қазіргі білмеймін. сіздің өзіңіздің позицияңыз. Білмейді екен. Меценат. Мен білем. Айта ғой. Қаржылық сауаты бар. Айта ғой. Айта ғой. Меценат деген қандай да бір мысалы өнерге или там қандай да бір неге өзінің атынан қаржы құяды ғой, типа дамуына көмектеседі ғой. Спонсор сияқты ма? Спонсор Иә, сияқты. сондай сияқты. Бірақ Меценат. оны демеуші деп айтпайды, меценат деп айтады. Өйткені меценаттың белгілі бір жүйеге, белгілі бір үлкен объектіге құятын сомасы өте үлкен. Өйткені ол әлеуметтік нысандарға ақша құйғаннан кейін оның статусын меценат деп айтады. Меценат, инвестордан айырмашылығы, меценат салған ақшасынан ешқандай пайда көрмейді. Ол тек қайырымдылық ретінде. Ал инвестор өзінің құйған ақшасынан сол проекттің еңбегінен табыс көреді. Пайыздық мөлшерде. Міне, инвестор мен меценаттың айырмашылығын біліп алыңыз. Байлайк бағдарламасына келіп. Әйтпесе TikTok қана түсіріп, билеп 4 миллион лайк жинап жүре беретін едіңіздер. Сұрақ. Мадина. Статистика бойынша берілген қарыздардың 50% қайтарылмайды екен. Сондықтан мамандар мына бір кеңесті қаперге алу керек дейді. Сонымен, қарыз бергенде адам ең алдымен нені ескеру керек? А. Қарызға теориялық тұрғыдан қоштаса алатын соманы беріңіз. Қарызға алған ақшаны қайтарудың нақты мерзімін алдын ала шешіп алған дұрыс. Б. Қайтаралғанда қайтарасың деудің қажеті жоқ. Бұл сөз қарызды қайтару мерзімін ұзартып жіберуі әбден мүмкін. В. Нұсқасы барлығы дұрыс. Қайсысын ескеру керек? Негізінде барлығы дұрыс сияқты. Бірақ та логикаға жүгінсек. Иә, логикаға жүгінсек. Бірақ статистика бойынша берілген қарыздардың 50% қайтарылмайды дейді. Не себепті қайтарылмайды? Осының ішінде 4 нұсқаның біреуі. Сізге жауабы А болады. Қарызға теориялық тұрғыда қоштаса алатын соманы беру керек деп санаймын. Все. Яғни ертең мысалы сен Аружанға қарыз берем. 10 мың теңге бердім, ол бермей қалғанның өзінде, қысышы 10 мың теңге ғой деп. Бірақ оған айтпаймын, қайтар деп. Өзім қоштала салатын сумманы берем просто. Қысышы садақа дейсің ғой. Иә, садақа деймін. Осыған мысалы үшеуіңіздің біреуіңіз қарсылық білдіріп, өздеріңізге капиталды ұлғайтып алуға толық мүмкіндік бар. Аружан. Аружан. Раушан. Тәуекел бар. Бизнесте тәуекел ету керек. Бұл ойында да тәуекел ету керек. Қарсылық білдіре аласыз ба? Қазір сұрақты қайтадан оқып жіберейін. Статистика бойынша берілген қарыздардың 50% қайтарылмайды екен. Сондықтан мамандар мына бір кеңесті қаперге алу керек дейді. Сонымен қарыз бергенде нені ескеру керек? А. Қарызға теориялық тұрғыдан қоштаса алатын соманы беріңіз. Мадинаның жауабы. Қарызға алған ақшаны қайтарудың нақты мерзімін алдын ала анықтап алған дұрыс. Қайтар алғанда қайтарарсың деудің өзі қажеті жоқ. Бұл сөз қарызды қайтару мерзімін ұлғайтып жібереді.
В барлығы дұрыс осы айтылған нұсқалардың ішінде. Мен қазір қарсы келсем. Қарсы келсеңіз, өзіңіздің нұсқаңызды айтасыз. Дұрыс болса 20 жусан, Дұрыс емес болса 20 минус 20 кетеді. Раушан, Ружан, екеуіңіздің біреуіңіз тәуекелге барасыз ба, жоқ па? Қарсылық білдіресіз ба, жоқ па? Ей, Раушан! Қарсылық білдіре салыңдар деп. Өтірік сала. барлығы дұрыс сияқты. Барлығы дұрыс. Яғни сіз қарсылық білдіріп Иә, отырсыз. барлығы дұрыс. Стоп, кеттік. Дұрыс жауап. Барлығы дұрыс! Барлығы дұрыс. Аға мен шатастырып Асықпаңыз. 20 жусан сіздің капиталыңызға қосылды. Раушан ханым. Аха, менікі Сіз қанша? Сіз барлығы дұрыс деген нұсқаның ішінде біреуін ғана таңдадыңыз. Яғни ол да дұрыс болып есептеледі. Сізге плюс 5 қана қосылады, бірақ сіз меценат Сонда қалам. бөлімінде қала бересіз. О, Шошып кеттім ғой аға. көрдіңіз бе, тәуекел еттіңіз 20 Мен сонда капитал. айттым ғой тәуекел ет деп. Иә. Мен потому что сезім бар ғой. Егерде барлығы дұрыс деген нұсқаны таңдаған кезде жусанға өтіп, плюс 10 ұпайға Жақсы ештеңе капитал. етпесем. Аружан менің байқағаным бойынша ойында жүрген кезде өте сақ екен. Көп нәрсеге тәуекелге бара бермейді, бірақ өзіне сенімді болған кезде ғана жауап береді екен. Иә, сондаймын енді. Сондайым бар деп. Сұрақ. Бағаның реттеуші рөлін сипаттау үшін сұраныс пен ұсыныс ұғымы қандай нарықтарда қолданылады? Тағы да сұрақ қояйын. Айқындайық. Бағаның реттеуші рөлін сипаттау үшін сұраныс пен ұсыныс ұғымы қандай нарықтарда қолданылады? А. Тауарлар мен қызметтер нарығында. А. Валюта нарығында. Б. Бағалы қағаздар нарығында. В. Кез келген нарықтарда. Бағанағы сұрақтың жауабы сияқты бәрі. Барлығы да болуы мүмкін, бір ғана нұсқа дұрыс болуы мүмкін. Бұл жерде Аружан өзіңіз логикаға салып, ойланып, жеті рет өлшеп, бір рет кессеңіз, нәтижеге жетесіз. Басың ұрып кетті ма? Иә. Бағаның реттеуші рөлін сипаттау үшін сұраныс пен ұсыныс ұғымы қандай нарықтарда қолданылады? Бағаның реттеуші рөлін сипаттау үшін. Реттеуші деген ол қалай? Яғни бағаны қарап отырады. Бұл жоғарылады ма, төмендеді ма, реттеп отырады. Кешірім сұраймын. Жөтелдің ба, түшкірдің ба? Жөтелдім. Соны реттейтін. Ал, 30 секунд уақытыңыз берілді. Нақты әрі дұрыс жауап өзіңізден Аружан. Бір заманда Аружан бар ғой, бәрі қырғызлайтын сияқты. Ару, былай қарап отырсаң, түк те қиындығы жоқ. Элементарный сұраққа элементарный жауап осы жерде тұр. Ал, Ару, сізді тыңдаймыз. Әдебиет пәнінің мұғалімі, биолог, химиялық, физика апай, математика апай, тикток апай. Сұраныс пен ұсыныс ол везде болады да, әрбір жерде ше. Ол күнделікті. Ал былай бағаны реттеуге валюта келіп тұр да. Валюта нарығында ұғымы пайдаланады. Иә. Логикаға сүйенсек, Аружанның жауабы дұрыс па деп қаласың. Иә. Бірақ та. Енді бағанағы сұрақтың жауабы да барлық нұсқа дұрыс деп болған болатын. Бәлкім кім біледі? Тауарлар мен қызметтерде нарығында болып қалуы мүмкін, валютада да, бағалы қағаздар нарығында да, жалпы сұраныс пен ұсыныс әр нарықта болса. Білмеймін енді, қарағым, бұл жауап бер, Ақұкен. Тауарлар мен қызметтер нарығында. Осы кезде қарсылық білдіріп, капиталыңызды көтеріп алсаңыз болады, қыздар, үш қыздар. Нақты әлі соңғы жауабыңыз ба? Нақтар. А. Тауарлар мен қызметтер нарығында. Қарсылық білдіретін кім бар? Раушан, айта ғой. А. Валюта нарығында. Раушан қайтадан тәуекелге барып отыр.
бара мен павильон ұтып бара жатырмын ғой. Ал. Дұрыс жауабы. Кез келген нарықтарда. Аружан, мен саған айттым ғой, бағанағы сұрақтың жауабы болып қалуы мүмкін деп сізге мен подсказка бердім. подсказка берді. Көмек. Иә, мен оларды шатастырып Енді қараңыз, сіздер өздеріңіздің алаңдарыңызда қала бересіздер. Сіздің де сұрағыңыз дұрыс, сіздің де сұрағыңыз дұрыс. Сізге плюс 5 ұпай, сізге плюс 5 ұпай қосылатын болады. Дұрыс па? дұрыс. Тағы да сұрақтар бола ма жусанға өту үшін? Болмай ма? Болады, міне келе жатырмыз ғой. Сіз қайсысындасыз? Бірден. Ойбай, тесік қалтада жүрсің ба? Осы кезде қазір тесік қалтадан бизнесмен алаңына өтетін сияқты. Уже өтеген жоқ па разве? Жоқ, Ол тек капитал қана жинап жатыр. Капитал жинап, басқа біреулердің сұрақтарына жауап беріп жатыр. Ал, Раушан, $100 бейнеленген кім? Неге? $100 ұстап көрдіңіз ба? Ұстап көрдім, бірақ Ұстап көрдіңіз. Түсі қандай? жасыл. Кімнің бейнеленген? Әйел адам ба, ер адам ба? Ер адам. Ер адам. Құдай-ай, шал ма, жас жігіт па? Шал. Атын білмеймін бірақ. Сізге мен көмектесейін. ақш-тың президенті болған адам. Мен президент веші. Бұдан басталады аты. Енді одан артық көмек мен білмеймін. Бұдан басталады. Соңғы не демей қалады? Соңғы президент па? Жоқ. Америка құрама штаттарын билеген президент. Яғни басқарған. Ей, құдай-ай. Өте оңай сұрақ. Естіген мен бұны бір жерден бар ғой. Естеріңе түсіріңдер қыздар. $100 бейнеленген шал. Барак Обама. $100 туралы айтпақшы, хит ән бар. Қыздарға керек деп. Білмейді екем. Енді қараңыздар, асықпаңыздар. Осы кезде кім нақты жауап береді? Капиталын күшейтіп алуға болады. 20 ұтып аласыңдар қыздар. Мен шын білмеймін. Ата көмектесші. Аружан, Бұдан басталады дейсіз ба? бұдан басталады. Бұдан басталады. Аты Ф-дан басталады, фамилиясы. Болды. Бұл енді көмектеспейді. Болды. Франклин. Сен жақындадың. Кажется. Жақындады ма, әлде дәл жауап па? Франклин. Сол сияқты жөте түрінде. Мүмкін сол шығар, мүмкін. Уақытыңыз өтті, жауап беретін уақыт келді. Мүлдем жауап бермегенше. Қайсысы осы? Франклин болсын. Франклин болсын. Джозеф Франклин дейсіз? Джозеф? Мен бұдан басталады дедім ғой. Бақтияр Франклин. Франклинге тоқтадыңыз ба? Қарсылық білдіресіз ба? Қарсылық білдіресіз ба? Дұрыс жауабы. Кеттік. Бенджамин Франклин! Ойбай, тесік қалтадан келді ол бизнесменге. Плюс 10 ұпай. Ал, олай болса, Сая, менің пайымдауымша бізде ең капиталды көп жинаған Раушан сияқты. Бірақ өз аузыңнан естейікші, осы айналымның нәтижесі немен бітіп жатыр? Төртінші айналым бойынша Аружан ханымда минус 10 жусан, Мадина ханымда плюс 40 жусан, Аружан ханымда плюс 15 жусан, Раушан ханымда плюс 55 жусан. Ойбай! Раушан ханымға міндетті түрде жусанға бару керек. Өйткені жусан алаңында сұрағына жауап берсе, оның капиталы 2 еселенеді. Ал, соңғы айналым, осы кезде кім жауап береді, кім жауап бермейді? Жусан алаңына бірден бір Өтеді масақа? претендент, яғни Сұрақ қойсам. үміткер, ол меценат алаңында тұрған Мадина ханым. Только осы жерде ғана өте алады ма, болды ма? Солай ма? Ұпайға байланысты емес па? Жоқ, келу керек қой былай. Меценаттың сұрағына жауап бересіз. Енді түсіндім. Шошып отырмын ғой. Ойбай, сен бағдарлама бітейін деп жатқанда түсінейін дедің ғой. Жоқ, негізі бұл бағдарламаның қызығы сода. Біз, мысалы, ойының шартын түсінеміз деп ойлаймыз да бір естігенде. Шынымен де тәжірибе жүзінде ойнаған кезде бар бол сіңет. Кейбір ойыншылар бар, басынан аяғына дейін сол күйі түсінбей кетеді. Не үшін ақша жинап жатқанын білмейді. Ал, Аружан, Аққұқиям жинау. Егер тауарға деген сұраныс оның ұсынысынан көп болып жатса, онда нарықта тауар өндірісі белгілі бір уақытқа дейін тоқтатылады. Тауар артық болады, тауар тапшылығы болады, инфляциялық құбылыс болады. Егер тауарға деген сұраныс оның
ұсынысынан көп болса? Сұраныс, ұсыныс деген яғни өндірушілер, ал сұраныс деген сатып алушылар. Міне, ойбай, сіз қазір қаржы болып барасыз, қаржыгер болып барасыз. Көп болса, онда нарықта Қарсылық білдіретін болсаңыздар, ойланып отырыңыздар. Аружан? Иә, ойланып отырмын. Мен де ойланып отырмын. Инфляция негізі қызмет ол? А мен Б екеуі ұқсап тұр жауабы. Инфляция деген не? Инфляция? Инфляциялық құбылыс. Андай валютаға, теңгеге бәріне нетеді. Логика, егер тауарға деген сұраныс көп болып кетсе, ұсынысынан, не болды сонда? Тауар өндірісі белгілі бір уақытқа дейін. Тауар тоқтатылады. көп, мысалы, сұраныс көп, тауар жоқ болып кетті. Белгілі бір уақытқа Бірақ тоқтатылады ғой. тұтынушылар қайда берші мына товарды бізге деп жатыр. Тұтынушылар көп, ұсынылып жатыр. Тұтынушылар бер дейді. Тауар Сенің тапшылығы. тауарың Тауар тапшылығы жоқ. сонда Яғни тауар тапшылығы болады. дұрыс жауабы, әрі нақты жауабыңыз? Негізі тауар тапшылығы деген яғни ол белгілі бір уақытқа дейін тоқтатылып тұрады ғой. А мен Б екеуі ұқсап тұр негізі. Тауар тапшылығы болатын сияқты. Уақыт кетті, соңғы жауап? Б, ладно. Б, тауар тапшылығы. Сіз қарсылық білдірмейсіздер, стоп, кеттік ал. Дұрыс жауабы, тауар тапшылығы, құрмет қошеметтеріңіз. Қайдасыз сіз? Мен оранжевый. Сіз инвестор алаңынан меценат алаңына өтіп, Айттым ғой, мен сенімді болған мына жерде тұрғанда, ол мына жерге келеді. плюс 10 Шын айтамын. жусанды қанжығаңызға байладыңыз. Так, Мадина, бизнесмен алаңындасыз ба? Жоқ, сіз меценат алаңындасыз. Ағай, қалай ұмытып кеттім. Мадина, сенің жусан алаңына өтетін үлкен бір мүмкіндігің бар, және Бар де екен, иә. әдемі капиталмен кіріп келесіз жусан алаңына. Сіз банкке 2 жылға миллион теңге салдыңыз деп елестетіп көріңіз банкке. Ал банк сіздің шотыңызға жылына 15% қосуға келседі. Екінші жылы банк қандай сомын төлейді сізге? 1.150.000 А. Ә. 1.322.500 Б. 2.150.000 теңге В. Ештеңе төлемейді, өйткені мен бәрін біртіндеп алып отырамын дейді. Жоқ. Банкке 2 жылға миллион теңге салып қойдыңыз. Сіздің шотыңызға жылына 15% миллион теңгеден қосылып отыр. Бұл сұрақта екінші жылы, иә? Иә. Екінші жылы банк қандай соманы төлейді? Болады сұрақ. 1.322.500. Оны қалай есептеп отырсыз сіз? Ойбай, дұрыс емес. Жоқ, екінші жылға шын ғой. Негізі не дейсің? 15% 150.000 болады. Тағы да 150.000 қоссақ, 300.000 болмай ма? Иә. Бірақ та екінші жылға 22.500 неге қосып тұр, соны түсінбей тұр мен. 2 миллион Б вообще дұрыс емес. Қате. Оны шын білем. Ештеңе төлемейді, өйткені мен бәрін біртіндеп алып отырамын. Ода болмайды сияқты. Енді Қате. қате. Так, соңғы әрі нақты жауабыңыз, қарсылықтарыңыз бар ма? Жоқ. Аружан, жоқ. Болсын, өйткені тұра тұрыңызшы, екінші жылы банк қандай соманы төлейді? Болады. Екінші жылы банк қандай соманы төлейді? Дейші. Мен сізге сұрақ оқыған кезде менің, яғни сұрақ оқыған кездегі менің ишаратымнан. Қайттан оқып жеңізші? Жоқ, болды. Жауабыңыз қабылданды. Дұрыс жауабы. Дұрыс! Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз 1.322.500. 150.000 теңгенің 15%. 150.000 теңгенің 15% менен бірінші жылға. Екінші жылғы 150.000 теңгенің 15% 22.500. Сол кезде түсінтісіз ба? Енді түсіндім. Тауар тапшылығы болады. Дұрыс жауабы. Дұрыс. Меценат бөлімінен жусан бөліміне өттіңіз. Сіз финалдасыз. Қазір енді
айналым соңында қанша капитал жинағаныңызды біз білетін боламыз. Аружан, қалайсың? Сұрақ. күшті болып жатыр мынау бар ғой. шын күшті болып жатыр, иә? Взрыв мозга ма? Миларың жарылып жатыр ма? Жарылып жатыр, Өртенеді шын қазір. жарылып жатыр. Шаштарың жоғары көтеріледі. Сұраныс заңының мәні неде, Құдай-ау? Сұраныс заңының мәні. А. Ұсыныстың сұраныстан арту бағаны түсіреді. Тұтынушылардың табысы артқан сайын тауарды көбірек сатып алады. Б. Тауар бағасы арзандағанда сатып алу көлемі артады. В. Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны өзгертеді ғой. Сұрақты мұқият оқыңыз. Бұл жерде жауап сұраққа жауап беріп тұр. Сұраныс, яғни сұраныс. Востребовательность. Сұраныс заңының мәні неде дейді. Неге сұраныс артады деген жауап тұр. Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны түсіреді. Тұтынушылардың табысы артқан сайын тауарды көбірек сатып аласың. Тауар бағасы арзандағанда сатып алу көлемі артады. Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны өзгертеді. Тауар бағасы арзандағанда сатып алу көлемі артады. Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны өзгертеді. Ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны түсіреді. Тұтынушылардың табысы артқан сайын тауарды көбірек сатып алады. Менің интонацияма қараңыз да көріңіз. Төртеуі де бірдей ма? Ойбай, сіздің интонацияңыз шешілмейді сияқты мына нәрсе. 30 секунд уақыт сізге берілді. Жауап. Жауап. Сізге бұдан артық қандай подсказка керек екенін білмеймін. Дұрыс жауабы. Анау ғой. Қайсы? Көзім көрмей тұршы мен. Ама, әма, бұма, бұма. Тауар бағасы Арзандағанда сатып алу көлемі сонымен тоқтайсыз. Иә, тоқтайсыз. Ешкім қарсылық білдірмейді. Дұрыс жауабы. Тауар бағасы арзандағанда сатып алу көлемі артады. Аружан, қандай жеңіл жолыңыз? Аружан, қайдасың? Құдайдан тілейді ғой. Өзің апарып меценатқа. Капитал плюс қосылды, бірақ өкінішке орай сіз Жусан алаңына енді өте алмайсыз. Осы капиталмен кіресіз. Қаяққа кірем? Болды, Жусанға өтіп кеттіңіз. Финал. Қазір тек қана сізге сұрақ қойылады. Мен ғана өткендік. Иә, ары қарай сіз тек қана капитал жинайсыз. Раушан. Ойбай, Аружан, қандай жолың жеңіл. Кетті. Жауабы не істедің ба? Банктік депозиттер қандай жағдайларда тиімді? Депозит бар ма жалпы? Соншама миллион тауып жатсың ғой тиктоктан. Қаяққа сақтап жатсың оны? Нәскиге сақтап жатқан жоқ шығарсың? Капронға салып жатқан жоқ шығарсың? Депозит бар ма? Мама ашып қойған, бірақ мен білмеймін оны. Мама бірақ депозит туралы саған түсіндірмеді ма? Өзі Жоқ. біледі. Депозит бар ма? Иә, бар. Ох, міне. Саған қарсылық жауап беріп, 20% жинау мүмкін, өткен депозит туралы түсінігі мол. Менде де бар. Түсінігі мол Сізде де деген. бар. Енді қара, банктік депозиттер қандай жағдайларда тиімді екен? Мысалы, Тамаша біліп отырсыздар. Сізде депозит бар ма? Міне. Тек қана Раушанда ғана депозит жоқ. Тәжірибе жөнінде бұл заттан өтпеген. Дұрыс жауабын. Қайдасың, Ақкөкем? Сен мұндасың ба? Саған жауапты нұсқалары берілмейді екен ғой. Өйткені сен әлі бизнесмен алаңдасың. банктік депозиттері қандай жағдайларда тиімді? Минусқа кірген жағдайда ма? Типа, олықта артық ақша тұрады ма? Түсінбедім. Или бір... Иә, артық ақша тұрады. Иә. Анда жинап қоятын ақшаң депозитта тұрады. Мысалы, Мысалы, сен 100 миллион теңге табыс таптың тиктоктан. Сен енді оны 100 миллион теңге қомақты ақша ғой. Сен не істейсің оны үйде сақтап? Ол қауіпті ғой. Сен депозитқа құйып тастайсың. Депозитте ол жатыр. Алаңдамайсың сен ақшаға. Алаңдамайсың. Бірақ өзімен өзі сол 100 миллион теңгең жатқан үшін саған өзімен өзі айына 72 мың теңге түсіп жатады. Иә, үстінен ақша 176 мың теңге түсіп жатады үстінен. Бұл не? қандай жағдайда тиімді? Үстінен процент түсіп отырады. Кеттік. Ал дұрыс жауап. Рошан? Раушан. Қарсылық білдіретіндер бар ма?
қарсылық білдіргенде ойым Қарсылық жауабы. Подожди, мен жауап беремін. Банктік депозиттер қандай жағдайда тиімді? ақша жинап қоюға деп өзінің ойымен Иә. айтып шеш. Кеттік. Сақ болу үшін құтты қайсы? Сақтық үшін, қауіпсіздік үшін және де сол ақшадан пайда көру үшін ба? Жоқ. Дұрыс. Процент қойып Стоп. Қарсылық білдіретіндер, Аружан. Жоқ, уже полноценный не Сіз- болды ғой ответ. Қарсылық білдірмейсіз ба? Дұрыс жауабы. Жылдық депозиттік мөлшерлеме инфляцияны ғана жаппай, оған қоса ақша табуға мүмкіндік береді. дұрыс жауап берді ағай. Толыққанды жауап бере алмады. Өз позицияңызда қаласыз, алаңызда плюс 5 ұпай ғана сізге қосып бере аламыз. Оның өзі мына сіздің қасыңыздағы достарыңыз, әріптестеріңіздің көмегінің арқасында. Ал айналымның нәтижесінде финалға біздің Мадина ханым жетіп отқан біз барлықтарымыз көріп отырмыз. Байлайк бағдарламасының тұрақты серіктесі Жусан банк. Біздің осы айналымдағы нәтижені Саяның өз аузынан естейікші. Сая. 5-ші айналым бойынша Аружан ханымда 0 жусан, Мадина ханымда плюс 50 жусан, Аружан ханымда плюс 25 жусан, Раушан ханымда плюс 60 жусан. 60 жусан. Ал, құрметті көрермендер, финал Мадина ханым мен Жусан алаңына 50 жусан балмен қаражатпен келіп отыр, яғни капиталмен. Жусан, алаңдағы сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 50 жусаныңыз 100 жусанға Айналама? көбейтіледі. Дұрыс жауап бермесеңіз, сіз финалист болып қала бересіз, капиталыңыз сол күйі қала береді. Иә, жақсы. Мадина ханым финалда Жусан алаңының сұрағы. Тарихта қай валюталық жүйе бірінші қалыптасты? А. Халықаралық. А. Дүниежүзілік. Б. Ұлттық. В. Банктік. Енді бұл финал болғаннан кейін мен сізге ешқандай подсказка жасай алмаймын. Көзіңізбен Қыздарыңызда, қасыңыздағы құрбыларыңызда Ешкім көмек болмайды. Болмайды, бұл финал. 50 жусанды қазір екі есе көбейте ала ма, көбейте алмай ма? Так. Сұрақ сода. Тарихта қай валюталық жүйе бірінші қалыптасты? Халықаралық валюта, дүниежүзілік валюта, ұлттық валюта, банктік валюта. Б. Ұлттық валюта. Нақты әрі соңғы шешіміңіз. Әр елде өзінің ұлттық валютасы болады өткен. Солай логикаға жүгініп отырсыз. Иә, логикаға жүгініп отырмын. Стоп, олай болса, Дұрыс емес болса да жарайды, ештеңе. дұрыс жауабын күтейік. Ұлттық валюта! Дұрыс, Мадина, дұрыс. Әр елдің өзінің ұлттық валютасы бірінші қалыптастырады. Халықаралық дүниежүзілік валюта Оған қарамайды. тек қана доллар ғана, Иә. евро ғана, ойлап қарасаңыз. Өзіңіздің төл теңгеміз. Енді төл теңгеміздің шыққан уақыты, айналымға енгізілген уақытын білесіздер ме? Жоқ, білмедім. Сізге қаржылық сауат ашу үшін тағы да бір мағлұмат айта кетейін. 1993 жыл 15 қарашада ең алғашқы ұлттық валютамыз айналымға енгізілген болатын. Сол валюта теңгеге қазір сіз Айналды, иә. өзіңіздің жусан ұпайыңызды айналдырасыз. Құрметті көрермендер, ойын өте тартысты болды, өте бір керемет болды. Менің өзім осы ойыншы қыздармен бірге біраз мағлұматтарға көз жеткіздім. Өзімнің қаржылық сауатымды толықтырдым, арттырдым. Бізбен бірге болыңыздар. Байлайк бағдарламасының тұрақты серіктесі Жусан банк сіздерге алғысымыз шексіз. Біздің бағдарламаны көріп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Әр қазақ бай болуға лайықты. Келесі кездескенше күн жақсы демес бұрын біздің жеңімпаздың Жусан банк ұсынып отырған сый сияпатын табыстауға рұқсат етіңіздер. Жусан банк менің Сая көмекшім, әріптесім жеңімпазға Жусан банктың сыйлығын табыстайды. Бұл сейф. Яғни асықпаңыз, қаражатты толтыратын сейф. Сейфтің есігін ашыңыз. Жусан банк жеңімпазға өзіңіздің 100 жусанды теңгеге айналдырып, карточка арқылы ала аласыз. Ашыңыз, сіз Жусан банктың клиентсіз, бұл карточка сізге тиесілі.
өзіңіздің жеңген капиталыңызды осы карточка арқылы ала аласыз. Сонымен қоса бұл сейф те сізге сый сияпат ретінде беріледі. Капиталыңызды осы сейфке сақтаңыз. Және де біздің қатысушыларға тағы да біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банктың дайындаған керемет сыйлығын табыстауға рұқсат етіңіз. Менің әріптесім Сая ханым, сізді күтемін. Ой, қандай тамаша. Ал, Аружан, мынау сізге, Мадина, мынау сізге, тағы бір Аружанымызға, және де Раушан ханым сізге. Қараңдар достар. Қандай күшті. Күшті, бірінші рет сіздер сондай ойынсыздар. Мына подаркқа сондай эмоцияңызды көрсетесіздер. Хотя миллионерсіңдер ғой, не болды сен? Түк көрмегенде десең. Бұл шынайы эмоция, шынайы жеңістің дәмі. Құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Байлайк бағдарламасының тұрақты серіктесі Жусан банк. Келесі кездескенше күн жақсы, әр қазақ бай болуға лайықты. Сау болыңыздар. Пока. Ойбай, сендермен күшті. Эфирде Байлайк бағдарламасы. Ағай-ағаймен жұмыс дауыстыр. Шайқалды. Ақша жетпейді. Бұл ақша тауып құнығы батқан жоқ па? Сұмдық, 28 жасында 5 миллиард ие болу. Сенесің да? Дегеніміз не? Бұл сөзді сіз бірінші рет естідіңіз. Жусан, рахмет сендерге. Асықпаңыз. Сіздің жауабыңыз дұрыс болды.